Мінекей мен мынандай екі бүктелген қағазды алып алдым. Міне екі бүктелген қағаз. Міне ашып көрсетіп тұрмын. Қазір бұл қағазды бұлай бүктеп, енді сізде бұл енді қағаз емес, матаны бүктеп алсаңыз болады, бірақ бірінші қағазға қолыңызды жаттықтырғаныңыз жақсы. Мен мойнын мына жерден жерге шейін 9 сантиметр алдым. Одан кейін бұлай түсірдім. Иықты түсірген кезде бұлай төмен түсіресіз, 4 сантиметрдей. Бұл иығыңыздың ширинасы мойныңыздан иыққа шейін 13 болды. Осы 13-тен төмен қарай қолтығыңыздың астына шейін 20 саласыз. Енді сіз айтыңыз 60-шы размер деп. Міне 60-ты салдым, бөліп бұған 3 сантиметр қосып жібересіз. 60 болса, значит, сіз мына жерде сәл дұрыс жазбаппын. Бірінші 3 сантиметр қосасыз бұған, міне қайт жазып отырмын. 3 сантиметр қосып, бұны екіге бүктейсіз сантиметріңізді, иә? Екі бүктеп, мына жерге келеді ол, міне, осы жерге. Осы 63-пен төмен қарай түсіре бересіз бейт, тура қылып. Міне, тура түсіріп алдым. Мен мына жилетканың ұзындығын 70 сантиметр алдым. Сіз өзіңіз қанша ұзын қыласыз, сонша алыңыз. Сөйтіңіз де, міне алып, осыны көрдіңіз ба, мойнын, иығын, қолтығының ойындысына шейін сызып, 63-ке 3 қостым, кеңдеу болсын деп. Берде вытяжка мына қоймайсыз, өйткені мына қолтық астында тігіс болмайды. Үстіп сызып аласыз. Сызып ағана көйін, осыны осы сызбаның қасынан бейтіп бүктеп аламыз. Міне бүктедім. Қарап тұрсаңыз, бүктеген кезде менде мына жерде артық қойдым. 3-4 сантиметр. Бұл жерге сіз түйме қадайсыз. Бұл жерге түйме қадалынады. Міне бейтіп түйме қадайсыз бұл жерге. Міне, енді бұны ойып алған кезде осындай әдеме болып шықты жилеткамыз. Енді мынау арқасы. Алдын, енді сіз осы жерден төмен қарай өзіңізге керекті ашықтықты қырқасыз. Міне бұлай қырқып аламыз. Алдын думалақ қысаңыз да болады бейтіп, или үшбұрыш қысаңыз да болады. Мінекей алды болды. Енді біз мынаның алдыңғы жағынан 2 сантиметрдей ойып тастаймыз. Міне оның ойуын бұлай оямыз. Міне мына жақтан қойып, міне қараңыз. 2-3 сантиметр алға қарай ойып, мына ортадағы сызыққа келтіресіз. Мына ортадағы тігіске келтіресіз. Тігіс емес, бүйір бүтін болады. Мінекей бүйтіп қойған кезде, міне қарасаңыз, осылай көрініп тұр. Міне арқасы үлкен, алды кішілеу. А мына жерлерге бізде түйме қадалынады. Міне мына жерлерге сіз түйме қадай саласыз. Үстіп, сіз толық адам екенсіз, осылай істеп көріңіз. Сіз бұны мен жаңа кішкентай балаға да жібердім. Бірінші кішкентай балаға жаттығып алыңыз. Одан кейін үстіп өзіңізге де пішіп көресіз. Бұл өте оңай жолын көрсетіп тұрмын. Міне мына бөксеңіз ғой, етек жағы. Етек жағы. Сонда мынау көкірегі. Бұлай ұзындығын алып отырмын, көріңіз ба? Мына мойыннан бұлай қарай, бұл ұзындығы. Міне өз өлшеміңізді қойып ала бересіз. Тура осылай. Сөйтіп сіз тіккен кезде бұл оңай. Бұлай қоясыз, қараңыз. Осылай қоясыз бейтіп. Қарап тұрсаңыз тек иығын тігесіз. И қолтықтардың айналасын, мойнын айналасын тігесіз. Бұны сіз мақта салып, сырып, қыстың күнге солай тіксеңіз де болады. Астарында тура осылай пішіп аласыз. Астарында оң жағында сөйтіп алып, бірінші сіз мына қолтығының астын тігіп алуыңыз керек осылай. Міне бірінші осы жерді тігіп аласыз деп. Мінекей екі қолтығын тігіп алғаннан кейін бұны аударасыз. Аударған кезде мерге кішкентай насечка беріп тұрасыз, қырқу керек кішкентай. Ана бүрісіп тырысып қалады, сол бүрісіп тырыспау үшін
әшейін кішкентай қырқасыз, сөйтіп бұны аударып жібересіз. Аударып жіберген кезде сіздің мынау қолтықтарыңыз уже дайын тұрады. Сіз тек иығын тігіп, мойнын тігіп аласыз. Мінекей осылай көріңіз.